Арнама қош келдіңіз. Ұнаса лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. 1 риал. 1939 жылы палестиналық бір мұғалім Эр-Рияд қаласында жұмыс істейтін. Бірде сыныпқа кіріп, амандасқан соң, бір оқушысының жабырқап отырғанын көреді. Балақайдан не болғанын сұрағанда, оқушы ертең сынып оқушылары қаланың тарихи жерлеріне қыдырып шығатындығын, бірақ ол ақылы екендігін айтады. Құны 1 риал. Баланың әке-шешесі кедей болғандықтан, қаланы қыдыруға бара алмайтындығынан көңіл күйі жоқ екендігін жеткізеді. Мұғалім сол жерде дереу бір викторина байқауын ұйымдастырып жібереді. Жеңімпаз бәйгесі 1 риал. Бала ақылды болатын. Бірден сұрақтарға әлгі бала жауап берді. 1 риалды қанжығасына байлады. Баланың қуанышында шек жоқ. Ертең сыныптастарымен қыдыруға мүмкіндік алды. Алайда бұл баланың ата-анасы тақыр кедей болғандықтан бәрібір оқуын әрі қарай жалғастыра алмады. Амал жоқ, күніне жарты риал ақыға жүк тасушы болып жұмыс істей бастады. Ол замандарда Эр-Рияд қаласында электр желісі де жоқ еді. Адамдар баллон газ қолданатын. Біртіндеп газ баллондар таси бастады. Сосын дүкенде сатушы болды, одан кейін аспазға көмекші болды. Осылай әр жерде жұмыс істеп жүріп 400 риал ақша жинады. Сөйтті де өзі кішкентай азық-түлік дүкенін ашты. Сосын қажылыққа келгендердің ақшасын ауыстыратын ақша ауыстыру пунктін ашты. Сосын ананы, сосын мынаны деп жүріп, жас балақай байлыққа да иек артты. Ол қай бала еді дейсіздер ғой? Бұл Әл-Рашхи банкінің иесі Сүлеймен Әл-Рашхи болатын. Бүгінде 96 жастағы ақсақал. Әл-Рашхи банкі Сауд Арабиясындағы ең үлкен 2 банктың бірі. Ислам әлеміндегі нөмірі 1 банк. 16 миллиард доллар байлығын қайтарымсыз қайырымдық істерге, білім беру мен медицина саласына жұмсаған адам. Банктың әлемдегі 500 филиалында 8 мыңнан астам адам жұмыс істейді. Бұл оқушы өзіне ұстазы тарапынан болған 1 риалдық жақсылықты ешқашан ұмытпады. Ол туралы өзінің мемуарлық кітабында былай дейді: қолымда біраз қаржы жинақталған соң баяғы ұстазымды іздей бастадым. Елдегі бүкіл мектептерді араладым. Соңында таптым. Ол кезде ұстазым қартайып қалған, жұмыссыз, жағдайда қалт-құлт етіп, бұл өмірмен қоштасудың азақ алдында тұрған мүшкіл халде екен. Қайта таныстықтан соң ол кісіге: қадірлі ұстазым, біраз жылдар бойы менде қалған бір аманатыңыз бар еді, соны берсем деп ем. Қайдам? Менің ешкімде қарызым да, алашақ берешегім де жоқ. Сіздің баяғыда мектепте сұрақ-жауап байқауын ұйымдастырып, сол байқауда жеңімпаз болып 1 риал ақша ұтқан бала есіңізде ме? Дедім. Ойланды, есіне түсірді, сосын күліп: деді. Әлде сол бала сенбісің? Маған 1 риалды қайтарып беру үшін іздеп жүрсің бе? Әрине ұстазым. Әрең дегенде көндіріп, көлігіме отырғыздым. Көлік үлкен, бірнеше қабат коттедждің алдына тоқтады. Көліктен түсіп, ішке кірдік. Сосын: қадірлі ұстазым, сіз берген 1 риал үшін осы үйді, мына көлікті және өміріңіздің соңына дейін қалаған сомада айлық жалақы беру арқылы өтесем бе деп едім. Және ұлыңыз менің банкімде жұмыс істесін. Ұстазым таң қалды, көздері жасқа толып: бірақ бұл тым көп қой, деді. Ұстазым, мен үшін кезінде сіз берген 1 риал ақшаның қуанышын мұндай 10 коттедж орнын толтыра алмайды. Әлі сол бақытты сәтімді ұмыта алмаймын.
Ізгі ұстаздар мен қайырлы шәкірттер көп болғай. Ербол Сәбитұлы парақшасынан алынды. Оқыған Гүлбибі Әбусайыл қызы.